бір алаяқтар шығып қаншама адамдарды қан қақсатты, қарыз алып, кредит алып, сол схемаларға кіріп жатыр екен. Таза алаяқтық жүйе, жағдай жоқ адамдар жеткізбей жолдан ұрдап кетеді екен. Ақшаға сатып жатыр екен. Соны ақшаға сатуға қалай арың барады? Сені қылмыстық жазаға тартуға мәжбүрмін. Армысыздар ағайындар. Кейінгі кездері біраз жағымсыз хабарлармен видео таратуға мәжбүр болып отырмын. Соның бірі мына қоғамымызды, әсіресе мына ұлтымызды жайлап бара жатқан алаяқтыққа байланысты. Лотерея ойнатып, өзінің үйін, көлігін, кітабын лотереямен сатып жатқан алаяқтардың біраз бетперделерін ашып бердік. Соның кейін мына 24 ломбард деген бір алаяқтар шығып қаншама адамдарды қан қақсатты. Работают быстро и сваливают прежде, чем народ очухается. Тоже Гранд Ломбардтың жыртыбасымын. Неше жыл сата алмай жүрген үйімді осылары аламыз деп мені алдап, жасаған документтерді өтірік болып шықты. Мен үйімді 12 миллион теңгеге сатып алып, бір тиындаған жоқ. Соның ішінде ең запас шегетін жағдайы бар байлар емес, жағдайы жоқ кедей адамдар. Солар сол жардамалап жүрген, қоғамның алдында жүрген, бір абыройлы, елге ақыл айтып жүрген, болмаса елдің алдында ән салып жүрген адамдарды жұлдыз деп таниды, соларды философ деп таниды, ар ұяты бар адамдар деп таниды да, әуел десеңіз барып қарыз алып, кредит алып, сол схемаларға кіріп жатыр екен. Если вы хотите продать авто или недвижимость дороже рыночной цены, то я бы вам посоветовал Гарант 24 Ломбард. Гарант 24 Ломбард выкупит ваш автомобиль в рассрочку 3 месяца выше рыночной стоимости. А также в продаже имеются квартиры и машины по самым низким выгодным ценам. Вся информация в комментариях. Үш мыңға жуық тұрғын пирамидалық ұйымдар кесірінен сан соғып қалғандарын айтып, ресми шағымданыпты. Қазір Гарант 24 Ломбард, выгодный займ және Эстат Ломбард компаниялары жұмыс істемейді. Бұл пирамидаларды ұйымдастырған қожайындары шетелге қашып кеткен. Енді міне біреу черный касса деген шығыпты. Ол да таза алаяқтық жүйе. Черная касса. Бұл не ойын, мақсаты қандай, қалай жүзеге асады, ешкім білмейді. Бірақ ақшасын ойланбастан салып жатыр. Алло, это психбольница, да? Пожалуйста, моего друга заберите, пожалуйста. Он, кажется, заболел, кажется, психом стал. Чё? Ну, не знаю, сами послушайте, пожалуйста, что он говорит. Реально работает всего лишь 14 300 закидываешь. Через час это превращается в 100 с чем-то тысяч. Вначале ты в голубом секторе, потом продвигаешься в желтый сектор, оранжевый сектор. Ой, ё, как... Рот закрой, какой 14 300? Ой, больной. Ол жайлы менің видеоларым шығады. Ал енді қазіргі айтайын деп отырғаным, енді ең одан да сорақысы. Оны не деп айтып отырсаңыз, қайырымдылыққа берген дүниені ұрлау. Мен оны қайырымдылық қорында істейтін білесің ғой сен, Білем. Сол жерге 150 миллион ақша түсіпті. Содан біз де өз несібемізді алып қалайық деп, сенімен ақылдасып жатқан. Енді мына дамыған елдер, түрлі кедей елдерге, дамымайған елдерге бір қайырымдылық қорын көрсетеді ғой, благотворительный помощь дейді. Соны мына Зимбабве, Уганда, Ауғанстан сияқты елдерге берілген қайырымдылық қорды сол елдің алаяқ адамдары, сол ұлттың ішіндегі алаяқтар сол кедей кепшікке жеткізбей, жағдай жоқ адамдар жеткізбей жолдан ұрдап кетеді екен. Өкінішке қарай бізде де осындай бір жағдай орын алып отыр. Мен түрлі курстар өткізем. Соның ішінде тегіні бар, ақылысы бар, арзаны бар, жағдайы бар адамдарға қолжетімді бағасы да бар. Соның ішінде 12 күндік өзгергім келеді атты психологиялық курс бар. Қатынасқан адамдар сол курстың егерде ресейлік болмаса батыстағы адамдар сатса, бәленбай 100 мың теңге болатынын айтып, 10 мыңнан астам адам қатынасты. Бәрі алғыстарын айтып жатыр. МКТ-ны бағалайтын болсақ, 2 миллион теңге өз бағасын берер едім. Өйткені сіз берген білімді еш жерден ала алмаймыз. Әрине соншама адамға көрсету үшін біз тек қана таргет жарнаманың өзіне 3,5 миллион теңге шығарыппыз. Оның бәрі мен бухгалтериядан ашық көрсете аламын. Өйткені қазір тегін таратқанның өзінде адамдар ойлайды, бұның артында не тұр екен? Бұл тағы да бір лохотрон емес па? Нағып тегін тарат жатыр деген сұрақ туады. Соны дәлелдеп көрсету үшін
соншама ақша тек қана жарнамаға салуға мәжбүр болдық. Және де ол портал жақсы жұмыс істеу үшін біз Ресейдің Лило деген үлкен компаниясынан порталды алып, жалдап, айына 550 мың теңге ақша шығардық. Және де бұған операторлардың жұмысы. Оны монтаждадық. Және 4 рет қайтадан толықтай түсіруге мәжбүр болдық. Менің еңбегімді санамаған күннің өзінде. Мен тегін жұмыс істеп жатырмын. Менің кейінгі жылдары Европаға барып, Москваға барып, тренингтерден жинаған білімім, көз майын тауысып оққан қаншама кітаптарым, өмірлік тәжірибем, оның бәрі тегін. Тек қана 8 миллионға жуық ақша осы өзгергім келеді челленджін жасауға жұмсалды. Енді жақында маған осы Қытайдан келген бір қандасымыз хабарласады. Мына Думан деген жігіт Шағантоғайдан осы менің сабағымды жүктеп алып, енді Қытайдағы қандастарға ақшаға сатып жатыр екен. Сіз әсілі мына 10 күндік өзгергім келеді деген сабақты сіз негізі ақысыз шығардыңыз, барлық ютубқа тегін бәрі халық тыңдасын деп. Бірақ енді Қытайда оны ақылы қылып алыпты негізі. Ақы төлеу арқылы сіздің сол 10 күндік сабағыңызды тыңдай тыңғап, солай жұмыс жасап жатты. Соған айтайын дегенім, айналайын Думан, бұның деген енді қылмыстық іс қозғалатын нәрсе. Менің авторлық құқығым бар. Бұған қаншама команда жұмыс істеді. Біз енді осы түрлі курстарға ақша төлеп қатынасатын мүмкіншілігі жоқ ағайындарға біз адал ниетімізбен, ақ жүрегімізбен тегін берген нәрсені жолдан ұрдап алып, соны ақшаға сатуға қалай арың барады? Енді сенің соған арың барғаннан кейін мен халықаралық сотқа жүгініп, сені қылмыстық жазаға тартуға мәжбүрмін. Басқаларға сабақ болу үшін. Енді ана жерде менің порталым, WhatsApp телефондар, барлық контактылар тұр. Соған жазып тым болмаса рұқсат сұрамайсың ба? Ахметбек аға, мынаны мен үстінен ақша қосып сатсам бола ма деп. Әрине мен рұқсат бермеймін. Қайырымдылыққа тегін беріп жатқан нәрсені сен жолдан ұрдап алып сатуың, ол қандай адамгершілікке барады ол? Құрметті қандастар, егер өзгергім келеді челленджін кімде-кім ақшаға сатып жатса, бізге хабар беріңіздер. Ол тегін сіздер үшін жасалған дүние. Таргет жарнамасы Инстаграмға, Фейсбукқа, Ютубқа салған кезде біз қайырымдылық жасады екен деп олар тегін жасай қоймайды. Жаңағын жарнаманы жіберіп, сіздердің көздеріңізге оны түсіру үшін біз өте үлкен қаржы талап етеді. Біз соны салып отырмыз, ақшасын төлеп отырмыз. Қаншама операторлар бұны түсіріп, ол видеоларды монтаждап, еңбек етіп жатыр. Мен солардың бәріне жалақысын төлеп отырмын. Өз еңбегім тегін. Сондықтан өзгергім келеді челленджін бүкіл қазақ көрсе екен, шынымен өмірлерінде өзгеріс болса екен деген ниеттен жасалған еді. Бұл челленджді адамдар келіп нені өзгертеді? Ең бірінші, бұл жағдайы жоқ, бір психологиялық проблемаға түскен, кредитке батқан, қарызы бар адамдарға арналған. Ары қарай төмендей бермеу үшін алдымен өзінің эмоциясын, өзінің көңіл күйін қалыпқа келтіріп, ұйқысын тыныштандырып, денсаулығын түзету үшін не істеу керек? Оған арналған психологиялық көмек. Сонан кейін денсаулығында проблемасы бар адамдар қалай денсаулығын түзетуге алғашқы баспалдағы үшін не істеу керек? Сонан кейін алғашқы табысын қалай таба бастау керек? Қалай ұйқысын тыныштандыру керек? Осыған арналған нақты қу сөз емес, ғалымдардың еңбегіне сүйеніп жасалған нақты тәсілдер, нақты бір іс-шаралар. Осыны өткен адам өз өмірін өзінің қолына ала бастайды. Бұл мүлде тегін біздің өзіміздің мейірбандық жүрекпен жасалып жатқан еңбегіміз. Сондықтан ана Думан деген Шағантоғайдағы осы өзгергім келедін алып сатып жатқан азаматқа айтыңыз. Өзін видеоға түсіріп, кешірім сұрасын, және де тегін таратсын. Басқа қандастарға айтатыным енді. Алаяқтарға алданбаңыздар. Сиқырлы таяқ болмайды бұл өмірде. 10 мың теңге салып, бір айда оны 20 мың теңге қылып береміз дегендерге, және де лотерея ойнап жатқандардың бәріне бетіне қарап айтыңыздар, сен алаяқсың. Бұл харам нәрсе деп. Қазақ айтады, бастың амандығын, астың адалдығын бер деп. Бір тиын тапса да тек қана еңбекпен табылады. Өмірде тегін ештеңе болмайды.
Ал мен беріп жатсам, менің мүмкіндігім бар болғаннан кейін. Осы командадағы адамдарға жұмыс еткізіп, ақыларын төлеп, өзім білімімді сіздерге тегін таратып жатырмын. Сіздер бір қаржылық қыспағынан шықсын, психология проблемаларын шешіп алсын деп. Ал басқа дүниені бір тиыныңды 2 тиын қылып беремін. Болмаса мына бір үйді 5000 теңге беріп ұтып ала қоясың, ана көлікті ұтып ала қоясың дегеннің бәрі алаяқтар. Біздің ел алаяқтармен, халяшіктермен бір аңқау лоқтардың елін айналып бара жатыр. Осыны сіз болып, бізді болып санамызды ашайықшы, ойнайықшы, құрметті ағайын. Ал енді мен Думанды сотқа беремін, адвокат жалдаймын. Қазір оны мен іздестіру үстіндемін. Осы видеоны барлық туған туыстарыңызға тарата жүрулеріңізді сұраймын. Өзгергім келеді атты теңдесі жоқ 12 күндік челлендж сабағы бар, мүлде тегін. Портал ашық, кіріңіздер де қатынасыңыздар. Әрине кіргеннен кейін ары қарай сіздер модератор жалдап алам, бір VIP топқа қосыламыз десеңіздер, 1000 теңге тұрады. Ал енді жоқ, модератор жалдамаймын, топпен бірге тегін өтеміз десеңіздер, онда да болады. Таңдау өздеріңізде.